Таң атты ма не, таң атса ендеше тез жұмысқа аттанайық, заттардың бәрін алайық керек. Так, не керек бізге? Кішкене пшеница и картошка. Ну и аздап кішкене сәбіз алайық. Сосын не керек? Алмазный кирка, меч. И все, осы жетеді. Кирканы сала салайық. Так, ал енді тез жұмысқа аттанамыз. Ну и камераны қосамыз и все. Хей, барына сәлем достар, сіздермен бүгін мен әдеттегідей Батыржан, және де достар біз бүгін жұмыс істейтін боламыз әдеттегідей. Так, стоп. Мынау немене бәле? Мынау біздің ауылдан қайдан пайда болды? Бұл қайдан пайда болды вообще? Так, достар, қазір біздің ағаштан жасалған үйде не бар, соны білетін боламыз. Және де достар, бүгін біз жұмысты емес, осының ішінде не бар, соны білетін боламыз. Ал егер достар сіздерге бүгінгі менің видеом ұнап жатса, онда маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер. Бұл ағаштан жасалған үй қайдан пайда болды? Сол менің алғашқы қояр сұрағым. Ал ендеше кеттік. Так, достар, бізге мына заттарды үйге апарып тастау керек. Так, ал ендеше мыналарды үйге апарып тастайық. Так, айтпашы, так, кішкене жеп алайық, а то қарным ашып жатыр что-то. Так, все, уже қарным тоқ. Енді только мыналарды үйге апарып тастау керек, сундыққа салып. Так, пшеница бізге керек емес. Сәбізде и картофель. Так, мотыгада вот кирка, может керек болып қалуы мүмкін. На всякий случай алайық. Ал енді тез ағашы бар үйлерге бару керек. Так, мына жерде бізде мынандай бір обсидиан бар, бір нәрсе тұр. Бұны дым түсінбедім не екенін. Ойбай. Так, мен достар түсіп кеттім. Сосын бізде мында редстоун тұр, онда не үшін? Так, мынау не үшін керек, соны түсінбей отырмын. Так, достар, бізде мына слизин бар, бір нәрсе мында келді. Похоже, мынаған бассақ, мынау көтеріледі. Так, мынау шынымен де мені итеріп жіберді. Так, тағы басайық, сонда біз екінші этажға көтерілуіміз мүмкін. Шынымен де достар, мынау мені екінші этажға көтерді. Мынау походу лифт, және де мен жаңа біреуін сындырып алдым. Ойбай, түс. Походу лифтта сбой болып кетті. Себебі негізі достар бізден андай болмау керек. Так, мында сундықтар тұр, бәрін ашайық. Міне мында так, сундықта ештеңе жоқ. Походу мында бүкіл сундық бос. Бірақ тексеріп шығайық, мында ештеңе жоқ, мында да, и мында да, и мында да ештеңе жоқ. Так, мында шығып көрейік. Ну мында особо ештеңе жоқ. О, мында бір есік бар екен. Айтпақшы достар, видеода ызылдап жатқан дауыс сіздерге айта кетейін. Ол бізде даладағы боран. Бізде далада жаман қатты боран болып жатыр. Сондықтан сол боранның дауысы терезе арқылы солай ызылдап естіледі. Но бірақ достар, ол маған олай естілмейді. Маған кәдімгі жел боран дауысы естіледі. Так, ал достар, мен сіздерге ол туралы айтып жатқанда уже біраз сундықты қарап шықтым. Біразы бос. Енді қалғандарында қарап шығу керек. Достар, айтпақшы, бұл бәйтеректің үстінде біздің ауыл қалай көрінеді, сол маған қызық болып тұр. Ең алдымен достар, біз бүкіл сундықты қарап шығайық, ол ішінде алмаз болуы мүмкін. Ал достар, біз бүкіл сундықты қарап шыққаннан кейін біз міндетті түрде бәйтеректің үстіне шығатын боламыз. Бірақ достар, бізде бүкіл сундық бос секілді. Сондықтан достар, біз үстіне шығатын боламыз. Так, достар, мен уже біраз сундықта қарап шықтым. Бірақ та бізде әзірше алмаз, изумруд, золото жоқ. Так, енді достар, біз үстіге шығатын боламыз. Ол үшін бізге кішкене көмек керек. Так, достар, біз көмек дегенде сатымен шығатын боламыз. Осы бізге үлкен көмек.
Так, ал енді достар, бізге тоқа асықпай шығу керек, атоқа құлап кетеміз. Так, уже достар, біз шықтық. Так, мына жерде немене біле? Мынау типа телевизор. Мынау типа отыратын диван. Мен мына жерде уже бәрін қарап шықтым. Так, мында құлап кетпеу керек. Так, достар, біз мына жерден көтерілсек. Так, ойбай, мен құлап кеттім. Так, қазір мен тез қып жинап алу керек. Так, үйге барып келу керек тамаққа. Так, достар, мен үйге барып өзімнің голодымды толтырып алдым. Ал енді тоқа мұнаға нөрмелеу керек шығу. Так, мұндағы құламасам болды. Все, болды, құламадым. Так, енді бізге мына жерге түсу керек. Так, секіреміз. Все, болды. Ал енді достар, мен мына жерде ускорение қостым, себебі менің шыққаным слишком көп болып кетеді. Так, ал енді тоқа тез мынаны істеп тастау керек. Так, менің достар, местоположением арқылы білуге болады. Мен уже почти шықтым уже шықтым. Тоқа анау жете ме екен? Все, ұрам. Так, достар, мынау қайдан алынды? По идее, бізде көрінбеген басында. Так, достар, мен біздің ауылда бұндай нәрсе болады деп ойламадым негізі. Ал енді тоқа осыларды кішкене добывать ететін боламыз. Және де достар, мен бұнда жайдан жай келген жоқпын. Мен бұл жерден біздің ауыл қалай көрінетінін білгім келді негізі. Бірақ та бұл ағаштың басында мынандай болады деп мен ойламадым. Және де достар, видеода ызылдамай бастаған себеп, мен боран жақтан бөлмеден кішкене алыстадым, сондықтан естілмейтін болды. Так, кстати, достар, міне менің ауылым осылай көрінеді, бірақ күшті көрінеді негізі. Так, ал енді мына добывать ету керек. Так, достар, мен уже мінекей добывать етіп жатырмын. Примерно бәрін алып кетемін. Так, уже мен, нормально өзіме жетерліктей добывать етіп алдым. Бұл маған біраз айға жетеді. Немесе жетпеуі да мүмкін. Так, уже біразын добывать етіп алдым. Уже көп. Көбінесе алмаз екен мұнда. Ал достар, сіздермен бүгін болған мен әдеттегідей Батыржан. Сәлем, сау болыңыздар.